Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен сіздерге Google кестеде қалай жұмыс жасау керектігі туралы көрсететін боламын. Жаңа оқу жылы басталып жатыр. Сынып жетекшілерге және оқу орынбасарларына көптеген сынып туралы мәліметтер қажет болып жатады. Сондықтан өзімізге ыңғайлы кестені көрсетейін. Ол үшін Google Chrome'да ашамыз. Google Chrome'да өзіміздің Google'дың өнімдерін ашамыз. Google дискті басамыз. Google дискте создать батырмасын басамыз және Google таблица деген батырманы басамыз. Создать пустую таблицу. Кестеміздің атын бірден өзгертіп қоямыз. Мысалы, менің сыныптарым, өзімнің сабақ беретін сыныптарымның кестесін жасап қоямын. Және сыныбымның кестемнің астына сабақ беретін сыныбымды жазып қоямын. 9-шы сынып. Және сыныбымның түсін келесі кезекте сыныптың мәліметі туралы жазатын боламыз. Нөмірі, аты жөні, қандай мәлімет қажет, сол туралы өздеріңіз жаза берсеңіздер болады. Туған күні, мекен жайы, телефон номері, электронды почтасы, тағы да мәліметтер қосқыңыз келсе, жазып кете бересіздер. Және батырма арқылы өзіңізге қажетті кестені реттеп аласыздар. Енді кестемізді бояп алайық. Кестемізді белгілеп аламыз да, батырманы басу арқылы кестемізді бояп аламыз. Оқушымыз туралы мәліметтерді толықтырып жазып шығамыз. Мәліметтерді ортаға да түсіруге болады. Және ерекшелеп шрифтінде үлкейтуге болады. Оқушымыздың аты жөнін жазамыз. Анарқұл Бағнұр Нұржанұлы. Туған күні, мекен жайын жазып толтырып кетеміз. Телефон номерін, электронды почтасын толтырып кете береміз. Енді келесі сабақ беретін сыныбымды жазу үшін 9-шы сыныптың қасына барып, создать копию батырмасын басамыз. Сол кезде бізде 2-ші сыныптың кестесі ашылады. Бұл сыныбымыздың атын өзгертіп қоямыз. 10-ші сынып. Тағы да өзіңіздің сыныбыңызды қосқыңыз келетін болса, қасына осылайынан
қосып кете бересіздер. Екінші сыныбымыз. Создать копию. Мен 9-10, 11 сыныптарға беремін. Міне 3 сыныбымды да атауы жазып қойдым. Және сыныптарыңыздың түстерін өзгертіп қойсаңыздар болады. 9 сынып. Сынып. 11 сынып деп. Енді, егер оқушыларыңыздың аты жөні сыймай қалып жатса, міне, мына жерде перенос текста деген батырманы басасыздар. Сол кезде сыймай қалған бөлігі астына түсетін болады. Егер осы кестені ары қарай оқушылар не өздеріңіздің әріптестеріңіз толтыру қажет болса, настройка доступаға барасыздар. Настройка доступада міне разрешить доступ всем, у кого есть ссылка батырмасын басасыздар. Енді бұл сілтемені жіберген кезде сізге бұл сілтемені егер тек қана оқып қою керек болса, читатель батырмасын, егер комментатор дегеніміз пікір жазу керек болса, комментатор жазасыздар. Егер бірлесе отыра толтыратын болса, редактор жазасыздар. Сіздер кестені жасап, оқушыларға телефонға жіберетін болсаңыздар, оқушылар телефонда өздерінің жаңағы қажетті мәліметті өздері немесе ата-аналары толтырып бере алады. Бұл сіздердің жұмыстарыңызды жеңілдетеді. Және оқу орынбасарлары осындай кестені мұғалімдерге жіберіп, мұғалімдер өздерінің қажетті мәліметтерін толтырса өте ыңғайлы. Редактор деген батырманы басамыз. Міне бізде ссылкамыз дайын болды. Копировать ссылку дейміз. Готово батырмасын басамыз. Және телеграмды ашамыз да өзіміздің қажетті тобымызға жібере қоямыз. Міне вставить батырмасын басып жібереміз. Менің кестем міне өзімнің жаңа қажетті сыныбыма жолданды. Міне қарап отырсаңыздар өте ыңғайлы. Енді сізге мысалы Анарқұл Бағнұрдың бір мәліметі толмай қалса, өзіңізге қажетті кейін қайтадан толтыруым керек деген батырма кестеңізді ерекшелеп алып бояп қойсаңыз болады осылайынан. Енді осы кестені толтырып болғаннан соң сақтап алу үшін файл батырмасын басамыз. Скачать деген батырманы басамыз. Microsoft Excel деген батырманы басамыз. Және бұл кесте толық толғаннан кейін жүктелетін болады. Міне менің сыныптарым деген біздің кестеміз менің жұмыс үстеліме жүктелді. Енді показать в папке деп загрузки бөлімінен тауып аламыз. Копировать етіп өзіміздің жұмыс үстелімізге қоя саламыз. Міне әріптестер, менің сыныптарым деген кестеміз менің жұмыс үстеліме түсті. Бұл менің кестем Google дискінің ішінде сақтаулы тұрады. Кез келген уақытта мен өзгерте аламын. Кез келген уақытта оқушыларыма, ата-аналарыма жібере аламын. Яғни маған флешканың қажеті жоқ. Google дискінің ішінде сақтаулы тұрады. Жақсы әріптестер, сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Сау болыңыздар.